Баршаңызға қайырлы күн. Бір жасағаннан ақ ерекше шығатын әрі ауызға салса еритін жасалу жолы өте қарапайым булочкидің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Және де комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біздің ыдысымызға жылы суымызды құйып, сүтімізді құйып алғанымыздан кейін қантымызды салып, ашытқымызды салып алып, жақсылап тұрып араластырып алғанымыздан кейін ұнымызды салып тұрып, қамырымызды илеуге кірісеміз. Қамырымызды мінекей осылай жақсылап тұрып, өте қатты илеп жібермей тұрып, кішкене ғана сұйық майымызды құйып жіберіп, қамырымызды өте қатты жұмсақ етпей, өте қатты тастай да қылмай, қамырымызды жақсылап тұрып, осылайша қылып илеп аламыз. Илеп алған қамырларымызды жарты сағатқа қойып қоямыз, қамырымыз әдемілеп ашығанша. Мінекей біздің булочкиміздің қамырлары жақсылап тұрып ашып дайын болды. Осы қамырларымызды жақсылап тұрып бөлшектерге бөліп аламыз. Саразымен өлшеп алсақ та болады. Көз көлемі бойынша да 80-90 граммнан болатындай етіп бөліп алып, осылайша етіп домалақша қылып, барлықтарын домалақ қылып шығамыз. Мінекей біздің осылайша домалақтап әдемілеп дайындап алған булочкаларымызды жақсылап тұрып тапамызға салып алғанымыздан кейін барлық жерлеріне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Булочкаларымыздың бетіне барлық жерлерінің бәріне бірдей етіп сеппемізді сеуіп шығамыз. Бұның қалай жасалу жолын барлықтарымен описание бөліміне қалдырып кеттім. Описание бөлімінен қарап шығуларыңызға болады. Мінекей дәл осылай етіп барлық булочкаларымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Булочкаларымыздың барлықтарын 180-200 градуста пісіріп аламыз. Сіздермен бір құпияны бөлісе өтейін. Егер де біздің булочкиміз пісіп болғаннан кейін сәл беті тастайлау болып тұрса, үстін 10-15-20 минутқа шүберекпен жауып қойсақ, біздің булочкаларымыз өте қатты үп-үлпілдек әрі жұмсақ болып жұмсаратын болады. Ерекше әрі жасалу жолы қарапайым, өте оп-оңай, үй жағдайында тез жылдам жасап тастауға болатын біздің булочкиміз осылайша дайын болып шықты. Міндетті түрде маған лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Және де қандай да бір рецепттер керек болған болса, міндетті түрде маған кері байланыс жазып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.